Сәлеметсіз бе? Көмегің керек пе? Қайырлы таң, менің ауылдас досым. Мен электр желісінен тексеруге келдім. Сіздің үйіңіздегі электр желісінің көрсеткіштерін тексеруге бола ма? Шынымен электр желісінен? Онда сіз Спенсерді танитын болдыңыз ғой. Бірге софтбол ойнаймыз. Спенс. Жақсы жігіт. Иә. Ендеше кіріңіз. Әрине, қалағаныңызша тексеріңіз, тек қана. Не дегенмен сіздерді де тоғыратын шығар, сондықтан да қасыңызға бір адам қажет емес пе? Ал менің досым Спенсер газ компаниясында жұмыс істейді. Және де ол софтбол емес, фризби ойнайды. Сонда мені ақымақ қылып үйіме кіріп алам деп ойладыңыз ба? Кешіріңіз, мистер Ваковский. Бірақ бәрі Том дейді. Тек тіс дәрігері Тим дейді. Бірақ оған осы сөз айтқызу үшін ұзақ уақыт қажет болды. Тіс дәрігеріне қоңырау шалатын Том. Сіз бұл қаланың жарықсыз қалғанын байқаған боларсыз. Жарық жоқ, көрініп ақ тұр. 20 минут бұрын мен осында апатқа себеп болатын импульсті байқадым. Тыңдаңызшы, мистер... Доктор Работник. Бірақ тіс дәрігер Роб дейді. Солай ақ болсын, доктор Работник. Сенімдімін, әрине сіздің жұмысыңыздың маңызды екеніне, бірақ бұлай тексерудің қажеті жоқ. Күмәнданбаңыз. Кез келген адамнан сұраңыз, барлығы да біледі. Ал сіз өз араңызда Джобс, Мерлес, Белли Бобс сияқтылармен танымал болған сияқтысыз ғой. Меніңше сіз сиырларды айдап олармен ойнайсыз. Мүмкін бір күні мақсатыңызға жетерсіз. Жеңілдік картасын алыңыз, ит алыңыз. Бірақ мен сізге бірден айтайын. Мен сіздің барлық болашақ жетістіктеріңізден асып түстім. Тіпті 2 жасымда да. Сіз бөтелкедегі сүтті шашқанда, мен формула шашқам. Мен бөтелкеден сүт ішпегем. Керемет. Ендеше солай ақ болсын. Ваковский мырза. ақш-тың федералдық кодексінің 10-шы тармағының 104-ші бабында не айтылған білетін шығарсыз. Кез келгенін. Ендеше ақш-тың жауына көмектескен адам өлімге лайық. Егер мен сізді әшкерелесем, одан да жаман болады. Өлімнен де жаман ба? Жарайды, мен доппын, жай ғана доппын. Басқа доптармен бірге тұрмын. Қане, сөйлемесеңші. Тыныштал, Соник, қане аузыңды жапсаңшы. Тек мені рентгенге түсірмесеген, жағдайым нашар. Үрейленбе. Бәрі дұрыс. Мен қорқып тұрмын. Баспалдаққа кілем төсу соншалықты қиын ба? Мен өзіммен. Ескі құбырлар ғой. Үйіңіз ескіріп қалған сияқты. Мұнда ештеңе іздеудің қане жолына бұлай тұр. Ей! Бұл дұрыс емес. Мен ешқашан қателеспегем. Ендеше, бұл бірінші рет қателескенің болады. Ал ендеше торттан ауыз тимейсің бе? Бұл қоқыс жейтін жануарлар үшін әлі де таптаза. Ал қара. Мен дұрыс айтыппын. Таңғалудың ізі де жоқ. Қайталап көреміз бе? Оның қайда екенін айту үшін саған 5 секунд уақыт берем. 5. Не айтып тұрғаныңызды түсінбедім. 4. Ей, сен мен полицияданмын. Сен полицияны қорқытып тұрсың. Жоқ адамды қалай қорқыта аламын? 3. Қане миыңды іске қос. Ал енді өзіңді тірі қалдыру үшін қандай сылтау ойлап табалады екенсің? 2. 1. Жоқ, оған тиісуші болма.